достарын бойындағы ерекше қасиеттерінің бірі 8 қырлы әрі бір сырлы болу емес пе? Қайырлы күн, қадірменді достар. Өзге саланың шамын жағып, түтінін түтетіп, оқып білім алып жатса да, бір бүйрегі өнер қақпасының есігінде тұрған бүгінгі қонағымыз туралы шағын мәліметті біліп алайық. Сисенбаева Айнұр Рысбекқызы 1998 жылы сәуірдің 28 жұлдызында Ескелді ауданы Қоңыр ауылында дүниеге келген. 12-ші орта мектеп гимназиясының түлегі. Әнді нақышына келтіріп, шебер орындайтын жас әнші. Аудандық, қалалық, облыстық ән додаларының жүлдегері. Өзінің ешкімге ұқсамайтын ерекше даусымен дараланатын әнші қыз қазіргі таңда Жетісу мемлекеттік университетінде білім алу үстінде. Университет қабырғасындағы мерекелік кештер, түрлі жиындар Айнұрдың орындауындағы әнсіз өтпеген десек қателеспеспіз. Жас талант қазақ өнер сахнасында Маржан Арапбаеваға еліктейтінін де жасырмады. Оның орындауындағы әндердің басым бөлігі орыс, ағылшын тілдерінде. Ендеше жастарынға келешекте қазақ ән өнерін биікке көтеретін шоқ жұлдызы болғайсың демекпіз. Камшат Мұхамеджан, арнайы жастарын бағдарламасы үшін. Сіздермен бірге бүгінгі қонағымыздан сұхбат ала отырып, талантына тәнті болатын жүргізушімен Гүлнұр Қанатқызы. Айнұр, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіз жеңімпаз болған өнер фестивалі туралы айтып өтсеңіз. Мен жеңімпаз болған өнер фестивалі Жетісу мемлекеттік университетінде өтті. Оған барлық 7 факультеттің барлығы қатысты. Конкурс 3 кезеңнен өтті. Ең бірінші ол кафедралар арасында іріктеу өтті. Алла бұйыртып, ол кафедралар арасындағы іріктеуден өттім. Және де одан кейінгі екінші кезең ол факультеттер арасында өткен іріктеу кезеңі болды. Одан өтіп, және де үшінші кезең финалға жолдама алдым. Өнер жолында жүрген барлық достарымды сол фестивальден кездестірдім десем болады. Өте жоғары деңгейде өтті. Қатысушылардың барлығы жоғары деңгейде дайындалған. Өз басым өзіме қатты ұнады. Рахмет. Болашақта сізді ән саласында байқаймыз ба? Енді ол сұраққа қазіргі кезде түпкілікті жауап бере алмаймын. Дегенмен де үміт бар. Рахмет, Айнұр. Енді қазақ эстрадасында кімді үлгі тұтасыз? Қазақ эстрадасында үлгі тұтарлық әншілеріміз өте көп деп есептеймін. Және де үлгі тұтарлық бір керемет апайларымыздың бірі ол Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, және де өз басым өзіме қатты ұнайтын әншілердің бірі ол Маржан Арапбаева болып саналады. Және де өзімнің даусымның ырғағы, тембрі де сол кісіге өте ұқсас болғандықтан, көбінесе сол кісіге еліктеп, сол кісінің әндерін орындауға тырысамын. Рахмет. Сіздің орындап жүрген әндеріңіз қай бағытта? Негізінен әндерді әртүрлі бағытта орындаймын деп айтсам да болады. Себебі әртүрлі конкурсқа қатысқан сайын әртүрлі жанрдағы әндерді орындау міндетті болып табылады. Негізінен конкурстардың көбісінде дәстүрлі ән және де эстрадалық әндерді орындаған. Негізі өзіме ұнайтыны ол эстрадалық ән, және де сол бағытта алдағы уақытта ән айтамын деген үміттемін. Рахмет. Өзіңіз қатысқан өнер фестивалінде орындаған әніңіз жайлы айтып өтсеңіз. Мен қатысқан өнер фестивалінде Маржан Арапбаеваның репертуарындағы Қазақ елі осындай әнін орындадым. Рахмет. Енді сізден қонақ кәде ретінде осы әнді айтып өтсеңіз. Әрине. Қарашы қазақ еліме, қарашы қазақ жеріме, кең өлке сарыарқасы, берекеден алқасы, мереке ән арқасы. Арайлы алтын таңдары, жайдары жарқын жандары, асқарлы арманы бар, аспанды таулары бар, бақшалы баулары бар. Я солай, я солай, қазақ жері осындай. Қазақ елі, қазақ жері осындай. Алатау, Алтай арасы, Еділ мен Ертіс саласы, түстік пен терістігі көрінбес кемі.
естіге даладай дархан пейілді анадай әрқан мейірлі бір тұтас халқымыз бар мызғымас қалпымыз бар әлемге даңқымыз бар солай солай қазақ жері осындай солай солай қазақ елі осындай. Көп рахмет, дауысыңыз тамаша екен. Рахмет. Сізге өнерде толағай табыс тілейміз, өнеріңіз өрге жүрсін демекпін. Рахмет. Құрметті достар, бүгінгі біздің жастарым бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.